Короче, в соседский чат скинули, что встреча с Акимом вот иду в школе. Так şimdi ғана класста кездесу болады қазір. Адам жоқ. Мен тағы мына бір кісі. Ауылдық округ әкімдіктері халықпен жылына кем дегенде 2 рет кездесу өткізеді. Бірінші шартшылдық бойынша, екінші шартшылдық. Бұл күнде біз бүгін Қырғауыл ауылына келіп отырмыз. Енді қысқаша атқарылған және де атқарылатын жұмыстар жайлы мағлұмат беріп кетсек, енді жалпы ауылдық округке 7 ауылымыз кіреді. Халық саны бүгінгі күнге 70.138 адамды құрайды. Оның ішінде Қырғауыл ауылында 9.925 адам тұрады. 2 мектеп бар бізде, балабақшамыз бар. Енді былтыр 2025 жылы көптеген игі орын алды. Осы мектепті мұғалімдер күні аталып өтті. 60-70 мұғалім марапатталды. Одан кейін қарттар мерекесіне орай 80-90 азық-түлік себеттері таратылды. Ауылдық округ бойынша үлкен шаралар өтті. Енді жалпы атқарылып жатқан жұмыстар жетерлік. Жылы Қырғауыл ауылының Көкжиек, Тобылғы деген көшелерінде жөндеу жұмыстары жасалынған болатын. Одан кейін жаңа сіз айтып отырсыз ғой, мектеп қазіргі уақытта Қырғауыл ауылы бойынша Ушинский мектептің жағдайын білесіздер. Енді көне мектептердің бірі. Бүгінгі күні аудан әкімінің бастамасымен Қырғауылды ауылында 3 гектар жер қосымша бөлініп, қазіргі уақытта Алматы облысы әкіміне ұсыныс ретінде берілді. Енді осы 2 жыл көлемінде 24-25 жылы өздеріңіз білесіздер, жалпы президентіміздің бастамасымен өңірлерде жайлы мектеп ұлттық бағдарлама аясында мектептер салынып берілген болатын. Біздің Қарасай ауданында 8 мектеп қолданысқа берілді. Қазір 8-шісі осы біздегі Райымбек ауылдық округінде жалпы 2 мектеп салынды. Долан ауылында және Бұлақты ауылында. Долан ауылындағы мектеп қолданысқа берілді. Бұлақты ауылындағы 900 орынға арналған мектеп осы Наурыз мерекесі қарсаңында қолданысқа беріледі деген хабар бар, аяқталуда. Енді Қырғауыл ауылындағы мектеп жері қазіргі уақытта дайын. Ұсыныс ретінде облыс әкіміне берілді. Қазіргі уақытта инвесторлар уже былай айтқанда қаралды бар. Бұйыртса осы жылдың аяғына дейін құрылыс жұмыстары басталып кетеді деген. Қай жерде ол? Ол мына Алматы Жандосов тас жолының бойында орналасқан. Бакаттан Қаскелеңге қарай кетіп бара жатқан кезде сол жағында дачный массивтің ішінде, сол жерде орналасқан 3 гектар жер. Сосын оның жоғары жағына 1 гектар жер бөлек тағы да беріліп, ол жерге алдағы уақытта водонапорный башня, су ұңғымасы мұнарасымен салынатын болады. Қазір бізде енді Қырғауылды ауылына 58 саяжайларымыз бар. 58 саяжайдың бүгінгі күнде 21 саяжайы уже елді мекен шекараларына кірді. Кезінде енді бұл саяжайлар ауылдық округке кірмей бізге келген кезде біз көп мәселелерін өздеріне айтатынбыз. Себебі біз сіздерді қазір қабылдай алмаймыз, біз сіздердің мәселелерін шеше алмаймыз. Сіздердің өздеріңіздің уставтарыңыз бар, өздеріңіздің төрағаларыңыз бар. Членский взнос дейді, осылардың бәрі өздеріңіз арқылы өтеді, жолда, суда. Енді бүгінгі күнге 21 саяжай қосылғаннан кейін осы массивте бізге су мәселесін ең өзекті мәселесі су болып тұр. Себебі ол жақта да қазір көктем келгенімен қыс уақытысында дегенмен де су бар, көктем айларында су жетпейді. Осы мәселені шешу мақсатында жері бекітілді. Алдағы уақытта бұл жерге сметалық құжаттары дайындалып,
үлкен су мұнарасы мен су ұңғымасы салынатын болады. Бұл да осы екінші жартыжылдықта жұмыс тек басталады осы жылда. Қашан бітеді примерно? Бітеді, енді мен нақты айта алмаймын. Ол жерде айтып отырмын, кәдімгідей жаңағы ПСД әлі сметалық құжаттары шыққан жоқ. Енді кемінде бір 100 миллионның ар жақ бер жағы болып қалады. Предварительно смета сондай шығады. Енді оның сұранысы бар. Бюджеттен жайдан жай ол ақша берілмейді. Ол кәдімгідей жаңағы біз барып қорғаймыз. Облыстық сессия маслихатында қаралатын мәселе. Енді жалпы бұл жерде бұндай қандай да бір өзекті мәселенің ең жаңағы өзекті мәселесі ол жер мәселесі ғой. Сол себептен бұл жердегі мәселе мектеп болсын, жері дайын тұр, ешкімнен сатып алудың қажеті жоқ. Су ұңғымасын салу үшін жері дайын тұр, ешқандай жаңағы біреуден бір сатып алып, оған жаңағы қыруар ақша жаңағы жұмсаудың қажеті жоқ. Тек қана өзіміз жергілікті әкімдік тарапынан сметалық құжаттарымызды беріп, облысқа сессия маслихатына ұсынатын боламыз. Енді үкімет бөлетін шығар оны да? Бөлінеді, алдағы уақытта міндетті түрде бөлінеді. Одан бөлек енді мына Ушинский мектебінің қасында өздеріңіз білесіздер, қарама-қарсы орналасқан. Ушинский мектебінің қарама-қарсы. Ол жерде стадион болған. Стадион, жаңағы баскетбольный жаңағы площадкасы, балаларға арналған алаң. Бірақ енді қазіргі жағдайы өте нашар. Бұл Алматы облыстық білім басқармасына тиісті жер болатын. Енді шыны керек, ол мәселеде енді ол жалпы ауданымызда 60-тан аса мектеп бар. Енді әр мектепте мысалы бұндай алаңды ретке келтіру ол да уақыт алады, қаражат кетеді. Осы мәселені жаңағы оңтайлы шешу үшін біз қазіргі уақытта облыстық білім басқармасынан жаңағы 26 сотық жерді өзіміздің балансымызға алдық, қабылдадық. Жыл аяғына дейін сол футбол алаңы, баскетбол алаңы дейміз, балаларға арналған воркаут площадка жасайтын боламыз. Қай жерде бұл? Ол тура Ушинский мектепке қарама-қарсы тұр. Мына мектептің ар жағында Ушинский мектеп бар. Іңкәр Бекова деген көше бар ғой, сол көшенің бойында Ушинский мектептің мектеп оң жағында болса, соған қарама-қарсы детский кішкентай площадка бар. Ол кішкентай болғанда 26 сотықта ол да кішкентай жер емес, бірталай жер. Соны аудан әкіміне кіріп, айтып, түсіндіріп, облыс білім басқармасымен сөйлесіп, жаңағы жерді өзіміздің балансымызға, енді шыны керек, бұл жерде неше түрлі әңгімелер болады. Ол білім басқармасы ойлайды жаңағы, ол әкімдікке берсек, ол жер қазір таран-таражға басқа бір жаңағы неге кетіп қалады деп. Ешқандай ондай әңгіме жоқ. Біз жаңағы заңға сәйкес қаулымызбен ол жерді қабылдап, алдағы уақытта сол жерге балаларға арналған бір алаң салып беретін боламыз. Бұл бір жақсы жаңалық деп ойлаймыз. Жалпы енді демалатын жер, Как раз соны сөйлейді. Тек қана балдар емес, бізде демаламыз. Әрине болады, сіздерге де болады, оның бәрінде ол жерде жаңағы отыратын нелер, скамейкалар болады, кішкентай балаларыңызбен келіп, жаңағы балаларға андай качейлі, соның бәрін жасап қоятын болады. Сол жерге бір кішкентай горкалар салынған, осыдан 4-5 жыл бұрын. 2 жылдан кейін осын кесіп алып кетті ұрлықтар. Ертең сондай болмаса? Ана жігіттер енді жауап беретін шығар артында отыр. Бұл жерде енді біз шыны керек бүгінгі күнге Райымбек ауылдық округі бойынша осындай балаларға арналған бір 9 алаң салынған болатын. Енді қазір бір жартысы ғана жағдайы жақсы деп айтуға болады. Көбісі, былай айтқанда, неудовлетворенное состояние. Енді ел үшін, халық үшін жасалынған дүние. Бізде олардың бәрін жаңағы қарайтын бөлек қаражат қарастырылмаған. Тек қана мына мансап орталығы арқылы біз қоғамдық жұмысшыларды алып, тазалықтарын ғана жаңағы таңнан кешке дейін барып бір тазалап жинап кетеді. Ал енді түнде олардың бәрін қарайтын ондай адамдар қарастырылмаған. Бұл жер енді Ушинский мектебінің қарама-қарсы жағына салынатын алаңға енді бір сметалық құжаттарымыз 30 миллионға дайындалып отыр. 30 миллионның құрамында ақша бөлінеді. Жақсылап жасап береміз. Міндетті түрде ол жерге камерасын да қоямыз.
сол жердегі мектеп ұжымымен де сөйлесіп, охранасы бәрін қадағалап, күндіз де түнде де қадағаланатындай болады. Екі ауылдың өзекті мәселесі бұл су мәселесі ғой. Бұрыннан келе жатқан өзекті мәселесі су. Жаз айларында су болмайды. Қазіргі уақытта өздеріңіз білесіздер, жаңа тұрмыс ауылының жоғары жағында аудан жилищный коммунальный хозяйство бөлім тарапынан проект жасалынған болатын, құны 900 миллионға. Үлкен сол жерге 2 накопитель қойып, ол енді осы уақытқа дейін жасалынып, осы 1-2 айдың көлемінде толық іске асатын болады, қолданысқа беріледі. Енді осыған дейін былай айтқанда недобросовестный поставщик дейді ғой. Енді әкімдік конкурс береді, мердігерлер қатысады, сол мердігер дұрыс болмай, бірақ енді түбіне дейін жеткізіп аяқтап қалды. Енді тек қана осы благоустройство жұмыстарын көктем кішкене күн жылынған кезде. Былай айтқанда артық километр жүреді, 4-5 километр қосымша жүреді. Бұның бәрі ақша, оның бәрі жаңағы маслихатпен бекітілетін дүние, соны кішкене күтіңіздер деп отыр. Қазір енді бұларда январда любой аудан, сізге жалпы түсініп берейін, облыс болсын, Алматы қаласы болсын, мысалы ауыл болсын, ауданға ақша маслихат арқылы бөлінеді. Облыстық маслихат, қаланың маслихаты, сол жердегі жаңағы приоритетіне жаңағы нелер қойылады. Әр мәселе бойынша сессиядан бөлінген ақшадан кейін уже жаңағы конкурс ойнатылады, басқасы закуп сияқты. Январда ол базовый сессия маслихаттар өтеді, ал енді өзекті жаңағы көптеген жыл бойы атқарылатын жұмыстар осы апрель, мартта өтетін сессиялар. Енді өткенде сіз 3 рет жұмысын іздеп барып таппай кеткен. Заявление жазып кеткен, осы именно маршрут туралы. Айтылды ма? Вот так что мен естенімізге де кіріп барам. Мен тасымалметінде көзім шығып алған кезінде. Сендер ана жоғарыда бәрін шұғылдап, егемендікті біз алдық деп жүргесіңдер ғой. 86 жылы біз алғанбыз егемендікті деп. Біз айдайлап тұрып, қырылысып, соғысып, төбелесіп алдымыз институттан шығып, сотталып, біз алғанбыз егемендікті. Оны осы күнге дейін айтамыз. Мен айтатыным, қашан да болмасын, мына елдің жанайқайы. Сен бауырым тыңда енді. Сен мынау мен ойлап едім, референдум, бүкіл ел жұрт шулап жатыр. Мына референдумды ең құрмаса бір рет объявить етіп, ел жұртты жинап, отырғызып, мынау қалай дейсіңдер, кімнің көзқарасы не деп, хотя бы референдумды бір рет обсуждать етулерің керек. Ол қалды, оны іштем істемеді. Оны референдум өте ме, басқа өте ме, бүкіл Қытай келіп Қазақстан жерін аударып алып кетсізді, бұл кетіп отыра беретін жағдайға келдік қой, шыны керек. Айғайлап уже баратын жерге бардық. Ал ендігі мәселе, мен бүгінгі собраниемен түсінбей отырмын. Не собраниемен түсініп жатырмыз? Бұл жаңа сізге түсіндіріп кеттім ғой аға. Ауыл әкімі мына жетті өзінің басқару заңына сәйкес жылына 2 рет халықпен кездесу өткізеді. Тыңдайын, халықпен кездесу, мұғалімдермен емес, халықпен. Не сендер келесіңдер, бүкіл сайлау болсын, басқа болсын, мұғалімдер жинап аласыңдар, ал кетіңдер көшірмеден, бюллетень тарат, ана отыр, ана жер дауыс беріңіз, ана бюллетень жинап салыңдар, мына байқұстардың бәрі осы барып кел шауып келді, мына мұғалімдер. Міне, мына жерде мен мына ауылдың азаматтарына ешкім көріп тұрмын жоқ. Мен мына кісінің ауылдың азаматы, ана кісі. Менің өзім чист случайно естідім. Собрание болды. Ол нағып хабарлама бермейсіздер. Жоқ, хабарлама жазбайсыздар. Осындай бәленбай күні, бәленбай жерде, любой мектептің алдына болсын, басқа жерге жазсаңыздар, осындай мәселе туралы әкім халықпенен кездесейін деп жатыр деп. Осы жерде мектептің алдында шуылдап жүрген ата-ана, мына жерден не жүргізе алмай, жаңағы автобус жүргізе алмай. Мен осы жерден өткен сайын осы жерде мұғалімдердің қаншауын біресе былай алып кетемін, біресе былай алып кетемін. Осы мұғалімдерге мен навещать еткен осы жерде отырған бірінші мұғалімдер бар шығар. Мен барып заявление жаздым. Ал енді мен кәдімгі үлкен Қоңыр автовокзалының генеральный директоры болған жігіт. Ал ол ана жұмыстар толық аяқталып, жалпы жылдың аяғына дейін, бакатқа дейін толық пробивка жасаймыз деп отыр. Полностью бұның бәрін Алматы қаласының әкімдігі өз мойнына алып, өзіміз жасап берейін. Алматы қаласы жасап берейін деп отыр. Алматы облысы кішкене бюджет мәселесі енді аудандардың бәрі алшақ орналасқаннан кейін қордаланған мәселелер өте көп. Сол себептен Алматы облысы біз қаражаттан кішкене жаңағы басқа жаңағы
нелерге кетеді деген себеппен енді Алматы қаласының бюджетін өздеріңіз білесіздер, республика бойынша ең бірінші орында. Сол себептен Алматы қаласының әкімдігі бұның бәрін өз мойнына алып отыр. Жылдың аяғына дейін полностью бітіреміз деп Жылдың аяғына дейін ба? Жылдың аяғына шешіп береміз деп отыр. Мына жерде біздің көшенің сиқын қазір барып көрсеңіз, енді адам шошырлық нәрсе. Енді барлығында асфальт бар, бүткіл жалғыз осы қырғауылдың осы көшесі қалып тұр. Мен әуелі қызым жүрем деп аяғын шығарып алды, мен өзім құладым. Оның бәріне білесіз ғой, қаншама қаражат керек. Ана көшеде невозможно, адам түгіл ит жүре алмайды. Айтып шаршадық, шындығын айтқанда. Үлкен кісілер бар, олар келе алмайды. Мен сол үшін келіп отырмын, жолды сол қашан жасап береді. Су мәселесі, содан кейін су бірде бар, бірде жоқ. Содан кейін газ мәселесі. Газ қыстың күні қатты суықта бермей қояды, анада мен бір сутка газ отырдым. Бәленбай ақша төлеп жатырмын, содан кейін 40-50 мың. Сол жолда айтыңызшы. Жол мәселеңіз бойынша Қырғауылды Рысқұлов көшесі деп отырсыз ғой. Рысқұлов көшесі. Биыл енді жалпы нақты Қырғауылды ауылы бойынша Ақшей, Көктөбе, Жазық, Еңбекші, Жарық, Рахат, Сәттілік деген көшелер жасалынатын болады. Қазір тоқтаңыз, бұлардың нақты сметалық құжаттары, проектілері дайын болды, ақша бөлінді. Нақты жасалынатын пока Қырғауыл ауылы бойынша осы 5-6 көше жасалды. Енді сіздің көшеңізді Рысқұлов па? Рысқұлов, адам шошырлық көше ғой, ол қандай көше өзіңіз барып көрсеңіз. Мен телевидение шақыртам, телевидение шақыртқанда түсіремін. Биыл 2026 келді ғой, 2020 мен 2025 жылғы аралығында ауылдық округ әкімдікке өңірде дамыту деген бағдарламамен халық санына қарай ақша бөлінетін. Мысалы, былтыр бағана айтып кеттім ғой, мен Тобылғы деген көшелер жасалынды. Осындай бір екі көшені ауылдық округ әкімдігі осындай бір екі көшелерді біз өзіміздің ақшамызбен, қаражатымызбен жасап кететінбіз. Мына өңірде дамыту деген бұл республикадан берілетін тікелей ақша. Бұл ақша биылғы 5 жылдыққа берілген 2026 жылы бұл бағдарлама тоқтап қалды да, біз ойлағанбыз осындай өзіміздің бірең-сарың проблемный бір кіші көшелерді жасап аламыз ба деп жоспарымызды құрып отырып едік. Ол жоспар іске аспай қалды. Бұл ақша биылғы жылдан бастап бөлінбейтін болды да, енді тек қана ақшаның бәрі аудандық жолдар бөлімі бар, солардың өздеріне отырғызылады, өздері барып облысқа барып қорғап келеді, проектілер дайын көшелерді жасалынады деп. Сол себептен осындай бір кішкене бір қиыншылық болып қалды, бірақ дегенмен де қазір енді сіздің көшеңіз бойынша барып көріп, сосын барып қарап қайтамыз. Енді жалпы бүгінде Райымбек ауылдық округінде жалпы 245 көшеміз бар. Бұл уже заңды көшелер. Одан бөлек тағы да 100 көшеге ұсыныс беріп отырмыз. Енді ойлаңыз, тағы да осы енді Алматы қаласының жаны болғаннан кейін бәрі осы жақта тұрғысы келгеннен ішкі миграция халық саны көп. Мына судың да жетпей жатқаны, светтің де жетпей жатқаны осындай үлкен себептер бар. Сол себептен енді айтып отырмын ғой, 245 көше, оның 161 көшесін ғана бүгінгі күнге орта және кіші жөндеу жұмыстары жасалынды. Әлі де бірталай көшеміз жасауымыз керек. Одан бөлек бағана айтып отырмыз ғой, тағы да 100 көшеге біз атауларын беруге ұсыныс беріп отырмыз. Сонда тағы да 100 көше жасауымыз, одан жаңағыдан бөлек, тек қана жартысын ғана біз былай айтқанда бітірдік. Сол себептен сіздің айтқан көшеңізде біз шығу жұмыстарын қазір жүргізіп, көріп, сметаға енді сіздер бұған дейін сол көшенің кішкентай көше жасады, аждағы жасады, біздің ғана енді ақындап келе жатыр ғой бәрі, жасалуға келеді, оны да жасаймыз. Енді сіздің тұрғындарыңыз, сол ауылдың, сол көшенің тұрғындары активно бір үлкен кісілер ғой, көп. Нелеріңізді жазып кетсеңіздер, хаттарыңызды жазып кетсеңіздер, бізге бір не болады да. Мұғалімдер де, оқушылар да бәрі ойлап айтып осы көшені. Енді аға, бұл мәселе бойынша былтыр осы жылдың аяғында мектептің директоры бар шығар. Мына тура Наурыз көшесінен осы мектептің алдына дейін әкімдік тарапынан
енді көптеген мектеп директорды ұсыныс айтқан болатын. Біз әкімдік тарапынан бір 6 стол қойдық, фонарь қойып бердік. Енді осы жерден ынтымақ көшесін ары қаратай, как раз ар жаққа қаратай, жаңа тұрмысқа қаратай осы көшеге қосымша жарықты орнату мәселесі жоспарда бар. Қаншама көшеміз бар, всего-то жаңағы нелеріміз жанатын, освещениеміз жаңағы щитами деп айтуға болады. Мен Шамалған ауылдық округінде әкім болдым. Ол жерде бір ауыл, мысалы, бір ауылдың өзінде бір 2400 ба 2500-дей сондай жарық орнатылған кезінде. Енді бұл мәселені Алматының тура қасы болғаннан кейін қордаланған мәселе болған, өзекті мәселе болған, жаңағы ит мәселесі дейміз. Сол себептен біз осы былтырғы жылдың аяғы мен биылғы жылдың басында бірталай Долан ауылындағы жаңа комфортный школа салынды. Сол мектептің 2 көшесіне освещение жасап бердік. Жаңа тұрмыста үлкен бір көшеміз бар, Зираттың бойымен кететін, как раз Абайға шығатын. Сол көшеге жарық орнатып бердік. Қырғауылды ауылын, сосын Райымбек ауылында қазіргі первоочередно енді біздің мақсатымыз, осы жаңа айтып кеттім, 2 айдың ішінде осы ынтымақ көшесіне қосымша жаңа тұрмысқа шығатындай тағы да жаңа айтып отырсыз, бір 15 стол қойып бердік. Соны орнату мақсатымызда бар. Себебі енді приоритет мектептің айналасындағы көшелер. Первый очередь 3 ит ауланды. Бұл енді мысалы былай ойласаңыз қиын. Мысалы бұлар келеді, жалпы аудан бойынша бұл Атлов пен ауылдық округ емес, ветстанция деген мекеме қарайды. Олар Алматы облыстық ветеринария басқармасына қарайды. Енді мысалы Қарасай ауданында 47 ауыл мен 230-дан аса саяжай массивтері бар. Ойлаңыз, жаңағы 2 бригада бүкіл ауданды аралап шыққанша қанша уақыт алады. Бірақ дегенмен де біз бұл кісілерді мазалап, міне графика біздің ауылымызға келіңіздер, мына ауылда мынандай шағынымыз бар, Абай ауылы бар. Енді көбінесе новостройкаларымыз сол Абай ауылы, сосын мына жаңа тұрмыстың төмен жағындағы Поля, Қырғауылдың жоғары жағы. Осы массивтерде өте иттер көп шоғырланған. Бұның енді бірде-бір себебі жаңа құрылыс болғаннан кейін елдің бәрі ол жақта үй салады. Үй салғаннан кейін енді ол ертең біз болған кезде үйде анау ит хотя бы ұры деген жаңағы иттен шуш ит деп ит асырайды. Ол ит өседі, өнеді. Өскеннен кейін ол ит жаңағы адаммен бірдей тамақ жейді. Одан кейін ол итті жібереді. Сосын ол иттер жаңағы барады да жан-жаққа барып көбейеді. Жоқ, ол түсінікті ғой. Үкімет стерилизацияға ақша бөледі мысалы. Енді ол жерде жаңағы ветврачтар бар. Енді ол тәте бұл жерде енді бұл былай айтқанда кропотливый жұмыс. Ол қаншама жаңағы мына сай-сайда жүрген қаншама ит бар. Ол ит. Енді Грузияда болдым, Түркияда сол иттердің бәрі чиппен жүрді. Енді біз қазақ солардан қаламыз ба? Біз енді тәте біз басқа примитивный жаңағы методтармен жұмыс жасап жатырмыз. Ит аулау мәселесі бойынша іске асуда. Сіздің де арыз өтініш үйіңізді білеміз қай жақта екен. Сол жаққа міндетті түрде көршілерден келеді, тесіктерден қазып забордың астынан. Жарайды, мен иттен қорықпаймын, итті жақсы көремін. Бір мысығымды нетіп тастады, өлтіп тастады. Қазір мына тағы бір мысығым бар, мына жерінде ненің тістің несі ізі қалып тұрды. Социалистік системаны ыдыратқан жағдай. Бізден кейін уже Прибалтика шықты, ар жағынан басқа Кавказдың елдері шықты. Біз жол салдық қысқасы. Енді біз осы ауылда отырғалы 40 жыл болды. Осы ауылдағы ата-бабамыз, осы ауылдағы Райымбек дегенде біздің ата-бабамыз төмен жақтағы. Сондықтан бізге бұл жер бәрінен де ыстық, бәрінен де жоғары көрсетіледі. Содан кейін енді соң менің бір-ақ нәрсе айтайын деген, үлкен политика, конечно, оны мына жерде отырып біздің кейбір сөздерімізді құлағына кірмей шыны керек қой. Оны жеткізу үшін біздің шамамыз жетпейді, біздің мүмкіндігіміз жоқ. Ал енді менің айтайын дегенім, біз орталық көшеде тұрамыз. Бірлік. Бірлікпен ақырын аралап жүрсең,
оң жағында сол жағында мусор деген толып жатыр. От сол. Бұрын бір өзбек па біреулер жүретін. Артына да келіп мәшинеге алып кететін. Бұл бір қазір үйіліп жатса заправканың қазір өзің жүріп қазір енді қардың астында жатып көрінбей жатыр. Қазір шығарып Арғы базарға дейін енді мусор енді жарым мәшине. WhatsApp қазір телефоныңызға сол Бірлік көшесін бүгін қай күн осы аптада мына аптама мына алдымыздағы аптада жинап кеткендерін апта сайын жинап тұрғанын бәрін көрсете ала ма? Ол жинағанда олар жай мусор ғана жинайды. Ал енді былтыр жол жасады ғой. Жол жасағанда ласок қойды, бүйтті, содан шыққан құм бар, тасы бар, бір мәшине қылып біздің үйдің аяғы үйіп кетті. Өлеңген әлгі тоғаның ішінде қарағаш шығып қойып өскен жаңағы ласоктың ішінде. Олар кесіп таулайға оған үйіп кетті. Мен шығып айтамын ғой, ой мына жерден келіп алып кетсең болды, түген бітті. Ал ана шыбықтар жатқалы 2 жыл болды, жаңағы мусор жатқалы 1 жыл болып қалды. Жаңағы цементі бар, тасы бар, құмы бар. Өлеңген әлгі жаңағы жолдың сапасын айтып жатсыңдар ғой. Қазір оны қайта алып кетті. Мәшіне бетонды жолдың шетіне төгіп кетті, содан қатып қалған. Жаңағы жеке үйлердің алдына кіргізіп алды дейді. Ол қайдан алды оны? Оны ана үлкен көшенің қалыңдығынан ақырын сыпырып алып, жұқалап алып, ана үйдің есіне түсіп берді. Сонда қарап отырсаң, құрып жатқан, кетіп жатқан мемлекеттің ақшасы. Аналар есіктің алдына төсекті қалтасына салып алды. Қазір сол жолдың тротуарымен жүретін болсаң, кейбір тротуардың үстіндегі жаңағы асфальттар кәп бұдыр, бар жағынан жылдап бейіл шылар ма екен, шыламас па екен кейбірлері. Соның барлығы жаңағындай кішігірім жемқорлықтың жаңағы әсері. Өнен кейін сол жол жасағандар, көпір жасағандар былай қарап отырсаң ішінде бір маман жоқ. Сұраймыз ғой енді есіктің алдына шығып алып, мынау маман жоқ, кішкентай бір жақтан неғып келген жас балалар күрек алып жүреді. Біраздан кейін қарап отырсаң 3-4 отырады күректің үстінде, біреу бірдеме шықлап жатады. Қазір вообще маман жоқ қой. Сондықтан енді бұл маман жоғын былтыр селде де бүкіл Қазақстан бойынша анықталды ғой, біз жаңағы су жөнінде мамандардың бізде жеткіліксіз екендігі. Оны мен тағы бір мысал айтайын. Жаңағы үлкен көшеде бір реклама шит тұр ғой. Соның шиттен былай жоғын кезде водозабор бар. Сол водозабордан бұрын су ешқайдан шықпайды. Көшенің аяғынан бірақ шығып көшенің аяғындағы өзенге бірақ қосылады. Кейін әйтеуір шықты да, соны жауып тастады. Өнен кейін көшеге бірнеше күн су ағып жатты. Оны айғай салдық. Оны тоқтатқанша қысқасы жаңағы ласок қойды да, істеп жатқан нәрсеге бір су ағызып қойды. Көшеге ағатын су сол. Әйтпесе ол ешқайдан кетпейді сол. Водозабордан толғаннан кейін артық су бері ағып шығады. Өнен кейін су бірнеше жоқ дегені енді бұлай. Олар бір жерге суды өшіріп тастайды, ана жаққа атқылатып қояды. Соны түсінбейміз ғой. Өнен кейін оны бір сөткеден кейін қосады, ал ашып қарасаң түбіндегі лай қоң деген бірақ шығады. Өйткені ана тұрып тұрады ғой бүйтіп. Сондықтан бірден жаппау керек, ана жақтың мына жақтың давлениесін бірдей қылып өлшеп қою керек қой. Сол кезде жаңағындай тұнбайды су. Ал енді біз алған жағында су тоқтап келген кезде бір уыс топырақ аласың ішіне, бір уыс құм аласың. Жауап берейін, аға, сіздің бүкіл айтқан мәселелеріңіз бойынша. Бағана қоқыс мәселесін айтып жатырсыз ғой сіз. Айттым, ит өліп жатыр енді. Бұл енді былтыр енді күзде тағайындалып келгеннен кейін шыны керек енді әр басшысының өзінің жауапкершілігі ғой. Шыны керек жұмысқа келгеннен кейін әр ауылдың кіреберіс жерін жаңағы шөбін шаптық, қоқысын тазалады. Ол енді бітпейді ол қоқыс. Бүгін тазаласа, ертең тағы шығып жатады. Себебі Райымбек ауылдық округі Қарасай ауданында ең жаңағы көп халық шоғырланған үлкен округтардың бірі. Шыны керек осы жақында президенттің алдына мүмкіндік беріп сөйлеген кезде де осы мәселені көтерген болатынбыз, өз басым айтып. Қарасай ауданы жалпы бүкіл республика бойынша ең халқы көп шоғырланған. 450 мың бұл халық бар қазіргі уақытта Қарасай ауданында. Мысалы, Райымбек ауылдық округінде 50 мың халық деп отыр ғой, бұл негласно. Гласно ғой, жаңа ресми түрде, бейресми 60-70 мыңға барады.
бұны былай мысалы кейбір жаңағы райымбек келген аудандармен салыстырсаңыз, мысалы сол жерде 30 мың 40 мың халық бар. Ал енді қызмет жасайтын сол жаңағы 15-16 мемлекеттік қызметшілер. Осы мәселенің бәрін президенттің алдында көтеріп, алдағы уақытта бұл мәселе де бір шетіне шығады, және де біздіке деген бөлінетін бюджеті де басқасы да көбірек болады. Енді бұл жаңа айтып кеттім ғой, ішкі миграция Алматының қаласында көбісі үшін тұрғысы келеді, жақын жер, Қытыруға да, басқаға да. Енді Жетісу жалпы жердің жанаты ғой, енді солай айтуға болады. Бағанағы енді қоқыс мәселелерінің бәрі назарға алынады. Биыл бізде жаңағы санитарлық тазалық жұмыстарына 17 миллион 300 мың теңге бөлініп, ИП Нұрмұханов деген мекеме отыр. Қазіргі уақытта ауылдық округтердің ішіндегі тазалық жұмыстарын жүруде, көше-көше аралап, жаңағы сіздің Бірлік көше бұл енді былай айтқанда трасса республиканского значения, жолдарға трассамыз, Ташкентский трассамыз, бұның бәрін біз жолдың бойындағының бәрін тазалап келеміз. Қазір кішкене күн жылысын, арық бар, басқасы бар, жаңағы оның бәрін қосымша тазаланатын болады. Ол мусор тазаланар, құрылыстың қалдығы мен мусор шығарылған. Енді ол құрылыстың қалдығын сол жердегі үйдің иелері бар. Қазір былай болады, осы айдың 2 наурызынан бастап осы уақытқа дейін мына жаңағы учаскелік полицейскийлер штраф салатын 404 пен 505 бап бойынша КОАПтың. Енді бұлдай полномочия ауылдық округ әкімдіктеріне де берілді. Қазір біз әр әкімдік планшетке строительдер тастап кетеді. Оны көпін аламайсың, бұл кәдімгі бір команда нәрсе. Аға, қазір енді мен айтайын, аға, айтып берейін. Қазір біз бір жағынан мына қолымызға жаңағы штраф келгеннен кейін біз әр үйдің осындай үйдің айналасында қоқыс бар жерлердің бәрін үйдің иелеріне айыппұл салдыртатын боламыз. Енді кейбір жерлерде міндетті түрде енді өзіміз әкімдік тарапынан кірісіп, жаңағы енді Ташкент, Алматы, Бишкек трассасы бар, жоғарғы трассамыз, бұл енді халық көп жүретін жаңағы былай айтқанда біздің достопримечательность қой. Сол себептен бұл жолдардың бойын жаңағы қоқысын бәрін таза ұстауға, жаңағы құрылыс материалдарды істі ғой, соның бәрін алуға міндетті түрде жұмыс атқаратын боламыз. Алдағы уақытта іске асырылады. Бағанағы енді сіз су мәселесінде көтеріп жатсыз ғой, ол енді былай болып жатыр. Кейде мысалы су өшіп қалады дейсіз, сіз айтасыз. Былай ғой. Мен сізге тағы сұрақ қояйыншы, сіз айтыңыз. Сол су қашан біздің көшу, біз ана екінші көшеден алып отырмыз. Бірақ жаңағы нелер люктарын бәрін етіп шлангысын жүргізіп үйге дейін дайындаған. Ол жоқ, ол су жоқ. Бізде су жоқ болса, аяққа звондап сұраймыз, су бар ма жоқ па деп көршілерге. Енді бағана сіз кішкене кеш келдіңіздер. Қазіргі уақытта Қырғауылды мен Жаңа Тұрмыс ауылы су тапшылығы өте өзекті мәселе Райымбек ауылдық округінде. Енді бұл мәселені толық іске асыру үшін біз өз тарапымыздан жаңағы 3 су ұңғымасын салынды. Жаңағы водонапорный башнямыз қойылды. Одан бөлек жаңағы ағамыз айтып отырған Тау жолы көшесінің жоғарғы қаратай кордонға кетіп бара жатқан кезде Алматы қаласы водяная станциясын салып бітті. Салуда осы жылдың мамыр айына таман аяқталады деп отыр. Сонымен жылдың аяғына дейін қосымша біздің 2 ауылымызды қамтып су береміз деп отыр. Уәделерін беріп отыр. Меморандум бар Алматы қаласы әкімдігі мен Алматы облысы әкімдігі арасында. Бұл мәселе жылдың аяғына дейін толық шешіледі деп отырмыз. Енді мысалы сіздерде былтыр жалпы жылдың басынан жаз айларында су тапшылығы, күзде де суды өшіріп отырдық. Жаңағы Тау жолы көшесімен жоғары көтерілген кезде сол жерде бір мешіт бар, бұрылған кезде, сосын сол жерде бір ням-ням деген магазин бар. Тура соның түбінде 1,5 километр Биаштранс деген мекеме, осы Райымбек ауылдық округінің көптеген жаңағы суға жауапты мекеме. Солардың 1,5 километр линиясы пластикпен келгенде, сол біз мынау
бомбард жаңағы хамапарк ресторанына дейін суды жаңағы таудың бөктерімен келген дачный массивтерге суды жеткізу үшін жоғары жақтан давлениені қатты беруіміз керекпіз да. Жаңағы 1,5 километр линия пластик болғаннан кейін жоғары жақ сол жерде жарып жатыр. Осы мәселені біз егжей-тегжейлі мына осы жылдың басында, былтыр жылдың аяғында жүріп көріп, проблема неге бұл жаңағы біз ана жақ жарылады, жаңағы 1,5 километр біресе мына жері жарылады, біресе мына жері жарылады. Сол себептен біз барамыз да суды өшіреміз де, жаңағы суға жауапты мекеме ана 1,5 километр трубаны ауыстырады. Бірақ су өшеді, сіздерде су өшеді, мына жақтағы дачаларда су өшеді. Осы бір жаңағы халықтың бір сондай несі болды да, жаңағы ашу ызасына тиген. Енді қазір біз осы мекеме халықтан ақша жинап отыр, суға жаңағы қосылған қаншама үйлері бар дачный массив. Жаңағы 1,5 километр трубаны металлическийге ауыстырыңдар. Сосын жаңағы давлениені берген кезде мына жерде тамаша деген как раз жаңағы Қырғауылдың базарының жоғары жағында линиямыз бар. Сол жерде линия екіге бөлінеді. Ар жағы мына дачаға кетеді, екінші линия как раз осы Қырғауылдың төменгі осы мектеп жағына кететін линиямыз бар. Сол жерде сол пластик как раз екіге бөлінеді, ал жаңағы 1,5 километр линиямызды ауыстырыңдар деп тапсырма берілді. Бұл мәселеде қазір осы бір 2 айдың ішінде іске асқаннан кейін мен ойлаймын, уже қосымша жаңағы жаз айларында, күз айларында сіздерде мысалы күнде су өшіп жатыр, авария деп жатыр. Анау Қайрат деген ағамыз жазып жатады ғой чатқа. Авария болды, мына сіздерге анау тура тасытты, анау атқылап, сол жердегі дачный как раз жаңағы ням-ням деген магазиннің қасындағы массив, ол Алматы қаласына қарайтын массив. Олар жаңағы өздеріне шағымданып жатады әкімдігіне. Мына жерде нетіп жатыр, су атқылап, су тасып жатыр. Олар бізге жібереді оның бәрін. Жаңағы сосын біз мәжбүр боламыз осының бәрін өшіріп жасауға. Сол 1,5 километр жаңағы су линиясының несі ғой, былай айтқанда проблема сода ғана. Соны пластикті металлға ауыстырса, бұл проблема уже шешілуші еді осы уақытқа дейін. Енді проблеманы көрдік, айттық, материалдары бар өздерінде, осы алдағы уақытта жасап береді. Сол жерді жасағаннан кейін кішкене болса да сіздерде күнделікті жаңағы авария деген мәселе бір жолата шешіледі деген ойдамыз. Ол ана бүгінгі Горводоканалдың представительдерін шақыртуымыз керек. Осы жерде бір жігіт бар, осы жерде начальник несі болып бір уазикімен чапқылап жүреді. Ол иттің басымен жақсытайын. Пашасын, иә. Пашаны неғып отырғызып қою керек еді. Не проблема? Если что, біз облысқа дейін жазайық та, біз көтерілейік та, может какой-то біздің көмегіміз болар, ел болып, жұрт болып. Ол бір паша кімге жетеді? Деп сол пашаны отырғызып қою керек осы жерде. Бір үнемі мына кісінің айтып тұрғаны, анау су жинап құйды, ана жерге водобачня. Водобачня асып, ана ел жұртқа қарай ақты келіп, ойбай водобачня қылып жатыр, өшіріп қойды, водобачняда су бітіп қалды, біз опять сусыз отырмыз. Бұның қазір технология бар ғой, оны автоматический. Ол ана суды, ол су толмай, отключаться етіп, азайғанда включаться етіп, регулер бұл далаға аққан су нағып ел жұрт пайдаланбаймыз деп отыр. Оны өнімге бұл кісінің айтып отырған тағы бір мәселесі. Бұл негізі енді бұдан 15 жыл бұрын, мына жаңа өзіңіз айтып отырсыз, Жетау мына округта. Ал мына мен төменгі неде тұрғам, негізі мен осы жердің месін жектім, Көксайда тұрған болатын. Сол жерге акиматқа трактор бөліп берген, осыдан бір 15 жыл бұрын. Көктемде кәдімгі шығып деген көшедегі мына кісі айтып отырған жағдай, тас мас анамнауды қырып басып түгел алып кететін. Ақ болды, көк болды, сол су жаңа трактордың бәрі жоқ болып кетті. Бұл қайда кетіп қалды, мен білмеймін оны. Ол опять жаңағы жемқорлық анамын сатып жоқ жібереді. Бізде ол сол ғой, қазір бірдеме бердің ба, бюджеттен кейін жоқ болып кеткен ол. Қайда кеткен ешкім таппайды да. Между прочим, жаңағы ненің әлгі футбольный площадка бірдеме кесіліп кетті деген жігіттер сендер бар ғой, ана бір өзбек, бір татар, жаңағы бір ұйғыр болмаса тәжік осы жерде әлгі департаментке байланыссыз, несіз документсіз жүрдесі бар ғой, сол күндізін іздеп тауыласыздар. Ал жаңағы бүкіл темір кесіп алып кеткенде таппайсыздар. Қайда қарап тұрсың? Бүкіл ойынды темір кесіп алып кетеді. Ойыншы ол жатқан тасым кесілеріміз бар ма енді? Соларды шақырып, жаңа мына кісінің жанайқай ой билеп отырған жаңа тас, мас, біреу есігінің алдына, может, біреу көше жағына да сиырғын болып, анамауын шығарып тастауы мүмкін. Жаңа сіздің айтып жатқаныңыз дұрыс енді, оны штраф саламыз анамауын. Ну, однако, ол бір жесір үлкен апа шығар.
оның бір жалғыз сиыр күн көріп отырған. Ол сол қиын ақырын көшеге шығара берді. Ол апаға барып өзі арқылы бар жоқ 50-60 мың пенсияға қарап отыр. Ол нанымен басқасын ғана. Оған барып бәлембай таратты. Біз салған ана боқты қалай шығарады? Ана сиырдың боғын қалай шығарады ол? Оны да түсіну керек қой. Так что жылына бір рет, көктемде бір рет, күзде профилактика жасап, бүкіл ауылдың тазалығы. Үнемге кәдімгі бұл акиматта специально жұмыссыздарға деген жаңағы не ашылып, бәленбай ел жұртты жинап, оларға форма беріп, көше-көшені тазалау деген бір керемет бір әңгіме басталып еді. Әйтпесе бұрыннан мұғалімдерді шығарып, сақырлатып осындай көше тазалап жүреді ме? Рас жоқ, бұрын шығартқан. Осыдан 10 жыл, 15 жыл бұрын. Біздің үйге жеңгенген мұғалімнің бірі. Мектептегі мысалы біз енді оқыдық қой мектепте. Бізде ауыл оның бәрінен өткенбіз бұл этапта. Енді официально акиматта жұмысшылар бар емес пе? Жаңа мына кісінің ой билеп отырған сол. Ол ана главный көше болғаннан кейін ана ішіп бара мынау мен өзім талай тоқтап алып та кетемін. Мына бар ғой, ішіп келе жатқан суын лақтырып жіберді ғой, терезеден ашып. Не дейсің оған? Ал оған енді мына кісінің үйі мысалға. Мына кісінің үйінің жан-жағына бұл кісі мысалға бір жет больница жатты. Бұл кісі келгенше ары өткен бері өткен бәрі бұдық лақтырып жүрді. Мына кісіге штраф салсақ. Мына кісі не айтады сонда? Айтады ғой ағы айтайын. жолдан өткен кеткеннің бәрі лақтырып кеттік бұдықпен дейді. Былай қарасаңыз. Бұл кісі причем, бұл кісіне штраф. Мен сізге бір нәрсе айтайыншы. Өткенде мен ана үйдің жанында тоғанды тазаладым да, күзде бір тазалағам. 112 бөтелке алдым ғой. Ой. Ана көршілер шақырып көрсетдім ғой. Бөтелкенің өзі ғана. Олардың астынып біздің жоғары жақтың астынып түседі. Ішіп келе жатады. Лақтырып. Ол астынып мына жаққа, ар жаққа, мына жаққа бәленбай тарың көшеге адам кетеді. Бұл профилактикалық жұмыс жалпы әркім өзінен бастау керек ата. Жоқ. Үйде бала шағаңыз бар ата. Ол өз жердегілердің мұсырақ кететіндері бар атаның ішіне алып кетеді, өз мұсырын санда салады. Ал жаңа көшеде тастап кеткен үшін сонда мен штраф алуым керек па? Жоқ, ол енді ата сізді ешкім жаңағы бір бутылка үшін, мусор үшін ешкім сізді жазаламайды. Жалпы енді мысалы қазір бұл енді жалпы енді сізде біз сияқты жас болдыңыз, бала болдыңыз, мысалы өзіңіз көктем келген кезде ауылдағы адамдар әрқайсысы өзінің айналасын жаңа 5 метр жерге дейін тырмалайды, басқа да жұмыстарын тазалап, весенний осенний жұмыстарын жүргізеді. Қазір мысалы былай қараңыз, мына енді әкім болып жұмыс істеп жүрміз ғой, тәжірибеміз бар, Құдайға шүкір. Жаз айларында ауылдың іштері тап-таза болады, қоқыс жиналмайды. Мысалы бірең-саран көшелерде ғана бір жаңағы балалар кешке жиналып, сондай бір питақтар ғана болады, сол жерлер ғана қоқыс болады. Қалай мектеп басталады, күзде сентябрь қалай келеді, бүкіл көшелердің бәрі қоқыс, жаңағы бутылка, сосын мектеп директорларына шырылдаймыз. Құрметті мектеп директорлары, ана классный сағат өткізесіздер, бүкіл жаңағы әр мұғалім өзінің жаңағы несі бар ғой, мұғалім оқушылар бар ғой, сол чатта айтсын. Бала деген, бала губка ғой, қазір мысалы 4-5 класстағы балаға мұғалім не айтады, ол бала үйге келеді де, мамасы, әкесі, тура жаңағы мұғалім қалай айтты, әкесі мен шешесіне тура солай айтты. Қоқыс тастама дей ма, ол папасымен, мысалы өзімізде де үйде бала бар, ол жаңағы бала құлағымен естіген нәрсесін бізге келеді де айтады, маған мұғалім былай айтты, мынаны бүйтуге болмайды, мынаны былай жасауға болмайды деп. Сол өзіміз кейде жаңа аң-таң боламыз, дұрыс деп айтамыз. Сол сияқты бұл тазалықты әр ауылдың тұрғыны, ақсақалдарымыз бар, ағаларымыз, тәтелеріміз мектеп өз тарапынан, біз өз тарапымыздан үйдегі жаңағы чай дастарханда отырған кезде өз тараптарыңыздан айтсаңыздар, мен ойлаймын, бұл да бір өзінің бір үлкен септігін тигізеді. Ал енді сіздерді ешкім жаңағы бутылка лақтырған үшін ешкімді штрафқа салмайды. Жалпы енді болып жатады ғой, бір жаңағы үйінің алды прям қатты жаңағы бір өзі мусор шығармайды. Строительный мусор. Андай бір үйдің айналасына қоқыс жинайтын адамдар бар бізде, шыны керек. Орысша қалай плюшкин дейді ма, сондай адамдар болады екен. Үйдің ішінде мусор жинап сөйтеді екен, жаңағы керегін алады, таратады, береді, бүйтеді, сөйтеді, сондай адамдар бар. Ол сондайларға бұл бірінші очередь, сондай кісілерге біз шара қолданатын боламыз. Соңғы жылсында мына көше, Алматы көшесі, мына көшесі, Ақсерек көшесі, ортадағы көшелермен қалып қалды. Біз қаншалық барып акиматқа сіздің алдыңыздағы, оның алдындағы акимдерге барып, жаңағы өтініш қалдырған болатынбыз, жанымызда көрші апамыз бар. Сол кісіге біз Қаскелең қаласының әкіміне де кіріп
көріп шыққан болатынбыз. Сол көшені жасаған мердігерлер бар ғой, недегі Ажар көшесі, Ажарда орналасқан екен, сол жерге де барған болатынбыз, ол жерге кірмеген деген сол район. Бірақ біз жаңағы нелерге сұрап жатып, жаңағы үлкен кісілерге біз барып жүріп, сол жерде катокпенен жүргізген болатынбыз, бірақ адамдардың көп өтуіне байланысты, жаңағы үлкен машиналардың өтуіне байланысты жаңағы көше ойылып кетті да, екі көше биік болды да, екі ортада ойылып қалды. Енді постоянно сол жерге постоянно су жинала береді, екі ортада сондай көшелер қалпаған. Көшеде біз енді жазған болатынбыз, шағар жазған болатынбыз, сіздің алдыңызда сол көшелерді су енді ешқайда кетпейді, айналып келеді да, сол биікпен былай келеді. Сол көшелерге келіп, біздің көшелерге келіп жиналып қалады. Енді балалардың ойнайтын жері жоқ бұл жерде. Алматы көшесіне шығып бір кісінің жаңағы освещениесін сындырып кетті, ол баланың мамасын жазалады. Балалар не үшін жиналып тұрады деп айтып жатсыздар, сол үшін жаңағы балалардың ойнайтын жері жоқ. Сосын енді футбольный поле жоқ, балалар не істейді, жиналып да бір жерде отырады. Енді бұл Райымбек ауылдық округі жаңа айтып отырмын ғой, ең көп халқы шоғырланған Алматы қаласының қасында орналасқан округ болғандықтан бұл жерде халық саны көп. Мысалы объявление қарайсыздар ғой, тегін ешкім өзінің жерін мұны мен ауылға берем, ауылдың азаматтарына осы жерге бір жаңағы балаларға арналған алаң салып беріңдер деп ешкім айтпайды. Мысалы мен бірінші май ауылдық округінде әкім болдым. Сол кезде ауылдың азаматы 4,5 гектар жерін су ұңғымасына, зиратқа, осындай детский площадкаға бәріне бөліп берді. Ол жақта енді ондай қатты не жоқ та, ажиотаж жоқ та жермен. Сол үшін қиындықсыз берді. Бұл жер енді тура Алматының қаласы болғаннан кейін біреуден жаңағы бір жер сұрап, әйтпесе біреу тегін өз жерін ешқашан да бермейді. И кезінде жерлерді қай жердегі? Егемен көшесінде площадка салынды ғой, ол площадканың өзі енді біреуі соның ар жағында Таусамал көшесінің жоғары көтерген кезде ғой, как раз су. жоқ, ол емес, Егемен көшесі ғой, сол жерде салынды. Ана водозабордың қасында ғой. Тура соның қасында. Соның жағдайы ол площадка салынды дейді, постоянно үзіліп қалады. Енді адамның бұл жерде қанша семья бар, қанша бала бар, ойнайтын жерлер жетіспегендіктен ол біресе үзіліп қалды, біресе неғып қалды, жаңағыдай качелялар, 4 качеля болды. Бір аптаның ішінде үзіліп қалды да, сонымен балалардың ойнайтын жері жоқ, басқа не істейді, сол жаңағыдай шоғырланып бір жерлерде жүреді. Мысалы сіздер имущественный налогпен жерге ғана төлейсіздер. Мысалы әрқайсыларыңыз акиматқа барып төлейсіздер. Оның құны былай қарасаңыз үлкен емес. Көп деген мысалы жер мүлікке былтырғы жылы Райымбек ауылы бойынша 44 миллион түсті. Ал енді үлкен жаңағы налог бізде мысалы Қазақстан қағазы сияқты деген үлкен организациялар бар Абай ауылында. Олар примерно 700 миллион налог төлейді жылына. Осындай организациялардың арқасында әйтеуір бізге налог түсуде, округімізге. Енді бұның бәрін қазір енді бәрін егер өзімізге берсе, әрине бәрін өзімізге берсе, бірталай мәселелер жасауға болар еді. Бірақ бұл жерде де кейбір Қарасай ауданында кейбір ауылдар, кейбір округтер дотационный деп айтамыз. Өз-өздерін жаңағы былай айтқанда ақшамен, қаражатпен қамтай алмайды. Бірақ ояқта да көше бар, ояқта да мектеп керек, басқа да мәселе бар. Мысалы біз жаңа миллиард 300 жинадық дейміз ғой. Ал енді біздің округімізге 2 жылдың ішінде Долан мен Бұлақты ауылына 10 миллиардтан тұрады 2 мектеп салынып келді. Абай ауылында құны 642 миллион тұратын Инстаграмда көрсеңіздер, жаңа 50 келушіге амбулаториялық центр салып келді. Абай 2 мектебінің қасында кеше ғана 2 апта бұрын қолданысқа берілді. Қазір бұйыртса Қырғауыл ауылының тәтеміз айтып отыр, тоже сол примерно 10 миллиард тұратын 3 гектар жерге мектеп салынады. Бұлай енді қарасаңыз, егер жаңағы біздің жыл сайын жинап жатқан ақшамызбен бізге салынып жатқан дүниені салыстырсаңыз, ауыл жаңағы мемлекетке как будто қарыз болып қалатын сияқты да, бірақ дегенмен де президенттің тапсырмасына сәйкес халықтың халық мына слышащее государство дейміз ғой, осының бәрін ескеріп көптеген мәселелер іске асып жасалуда.
былтыр округ бойынша 15 көше жасалынды, бір құны 340 па 300 миллион теңгедей ақша кетті. Биыл да бұйыртса общий где-то бір сол 15 көшедей жасалынады, ол да сол маңайда. Енді сіздер кейде айтасыздар ғой, үкімет қайда қарап отыр, неге жасамайды, неге жаңағы менің көшемде освещение жоқ, неге мына көшеде жоқ. Ол ондай мысалы айқай шу бізге де керек емес. Мүмкіндік болса, осы бүкіл жаңағы қанша 245 көше бар ма ауылда, 245 көшенің бүкіл көшелеріне бір жылда жаңағы асфальт төсеп тастап, әйтпесе освещение жасап тастап, біз де тыныш отырмаймыз ба? Бітті болды, бізге ешқандай, бізге телевидение де мысалы керек емес. Ертең мына келеді, әрқайсысы өзінің шараларымен келеді. Иә, сол себептен әр мәселе жаңағы өздерінің мына ауылдың жағдайына, өзіміздің мүмкіндігімізге сәйкес ақырында приоритетный жаңағы план қойып жасалынуда. Сол себептен мектеп саламын, өзім мектептің төбесі ұшып кетеді. Оның ешкім жатағы жоқ. Ана мектеп салды да кетіп қалды. Бір жылдан кейін мектеп төбесі ұшып кетті. Ойбай, мектептің төбесі ұшып кетті. Оны кім жабады деп шулады. Қазір Құдайға шүкір уже тәртіпке келді. Тыңдаңыз енді. Қазір уже ана компания минимум 2 жыл, әйтпесе 3 жылға дейін содержаниесін жауап береді. Дұрыс па? Ана қыздың ойымен қана асфальт салып береді. Ол асфальт салар кезде проект жасамаймын олар. Яғни су қайда жиналады? Неге труба саламыз? Арық необходимость, форс-мажор. Оны қарастыру керек. Бір үнемген жаңағы ғана балалардың ойнайтын алаңын салып кетіп, мен сізге айтайын, 1 жыл, ары кетсе 2 жыл болмай, ана бүкіл турник бәрі шашылып қалады ағата. Ешкім жауап бермейді оған. Ана шашылып қалған ананың бәрі. Сондай сіздер олың праваларыңыз бар ғой, контрольға алып, кеше жасаған мердігерлер шақырып, ана жасады ана. Айтып сотқа береміз сіз деп. Сондай контрольға алсаңыздар ше ой келіп жатыр ғой. Оның бәріне назар қаламыз. Ол жерде енді неше түрлі жаңағы, ол енді біз әкімдік тарапынан өзімізді қорғайтын заң бар. Ал енді жаңағы поставщик, подрядчик дейміз ғой, оларда да өз-өзін қорғайтын жаңағы заң бар. Сол заң общий былай неге келген кезде сондай жаңағы кейбір жағдайлар болады. Мысалы мен бізге детский площадка дейміз ғой, ойын алаңына жылда жеріміз дайын болса, біз аудан әкіміне ұсыныс береміз. 9 миллион теңгеге осындай жаңағы 4 сотка, 5 соткаға балаларға алаң жасап береміз. Ол енді 4-5 сотка, ол да кәдімгідей бірталай осындай мына жер ғой. Ол жерге жаңағы несін жасайды. Примерно сол 9 миллионның ар жақ бер жағында сол суммаға балаларға арналған жаңағы воркаут дейміз, детский площадкасын жасап береді. Ол жасап бергеннен кейін ол енді жаңа айтып отырмын ғой, ол кейде мысалы 5 жасар отыратын неге качеляға 15-20 жастағы жаңағы балалар отырып чемішке шағып, әңгімелерін айтып, жаңағы сөйтіп отырады. Сондайларда ол енді ол аға жаңағы подрядчикке не деп айтамыз аға 9 миллион теңгеге жасап берді мысалы. Оған тағы да мысалы 9 миллион теңге керек. Ол айтады ғой, сендердің естерің дұрыс па? Ренжімейді дейді. Сондай мәселелер бар да. Бір айдың айлығын алады. Бірақ ол мысалы аптасына айына бір мәрте алады иногда. Иногда 2 аптада бір мәрте алады. Қоқыс деген бұл конкурентная среда. Біз біреуді мәжбүрлеп алып келіп жұмыс істеңдер деп айта алмаймыз. Бұл ауылда, жеті ауылда бірнеше жігіттер, олар тендермен ұтпайды, бұлар тек қана жаңағы жауапкершілік халықтың алдында. Мысалы сіздер ай сайын не арқылы, Каспий арқылы, әйтпесе қолма-қол ақша төлеп сөйтіп отырсыздар. Енді пенде болғаннан кейін, техника болғаннан кейін кейде бұзылып қалады. Бізге де айтады, майым ағып кетті, жаңағы анау болып кетті, мынау болып кетті деп біз айтамыз. Енді оған қарамастан халық шулап жатыр, мына ауылдың, мына көшенің тұрғындары. Әйтпесе жаңағы альтернатива басқа техник екінші машина жалға алды, бірақ халықты шулатпаңдар деп ескертеміз тәте. Оның бәрін сіздерде кім такир жинай ма, кім жинайды? Енді шыны керек такир деген азаматқа жалпы Райымбек ауылдық округі бойынша шағым көп. Шағым көп. Бұл жерде былай ғой, егер шағым көп болса, сіздер тараптарыңыздың коллективно көше-көшемен арыз өтініш берсеңіздер, біз любой уақыт, любой жаңағы мердігерді құзырымызда бар, ауыстыра аламыз. Ой, баяғыда ауыстыру керек сол баланы. Ешқандай ол енді қараңыз, былай мында қазір сіздер осы жерде мысалы 3 адам айтып отырсыздар. Мына жаңа тұрмыс ауылының чаты бар.
бір 700 ба 800 адам отыр. Тура осылай қоқыс 1-2-3 күн жиналмады. Ана Марат деген бір кісіні алып тастайық, бітті, болды, жұмыс істемейді бұл деді. Сосын біз деген сол алып тастау мәселесі бойынша басқа мердігер мекемені алып келдік, халықпен тыңдау өткіздік. Сонда түбі айналып келген кезде жаңағы қарсы шығып отқан бір 5-6 адам болды, 100 адам жаңағы азаматты қолдады. Сонда біз кішкене ұятта қалдық енді. Егер жаңағы нелеріңіз болса, онда коллективно елдің бәрі айту керек. Біз любойын ауыстырып бере аламыз, любой мердігерді ауылды округ бойынша ұстазылайында. Бірақ енді бар, ондайлар болады аға, енді ондайлар болады. Еще бағасын көтеріп қойды да. 4000 теңге төлейсің. Бұл жерде былай енді, ол 4000 теңге кеше енді өздеріңіз көріп отырсыздар ғой. НДС-тің 2% көтерілген себебі, мысалы, газдың да құны 2 теңгеге көтерілді. Тура сол сияқты мына қоқыс полигоны недегі IT ауылдық округінде орналасқан. Бұлар да жыл сайын өздерінің бағаларын өсіруде. Сол себептен зардабы біздегі жаңа қоқыс жинайтын мекемелерге тиеді. Ол жайдан жай олар өздерінен бір мәрте жинаса мейлі, аптасына бір мәрте жинамайды. Мысалы мен толық көшесінде тұрамын. Сайланып әкім болғаннан кейін осы ауылдың жаңағы барын барлап жоғын жоқтау. Барын барлап жоғын жоқтау. Айтпасам бұл мәселе қалады. Ал егер жаңағы сұрамаған балаға бірдеңке жоқ дейді ғой. Сол сияқты біз осы мәселені Емшек бермейді дейді ғой. қадағалап назарда ұстаудамыз. Енді мәселелеріңіздің бәрін протоколға бәрін енгіздік, жазып алдық. Бұл енді бізге осы жылға азық болады. Осы мәселелер бойынша біз әрқайсысы бойынша жұмыс атқарамыз. Енді ең өзектісі қазір қолдан келетіні осы маршрутты бір шектен шығарып берсек, Наурыз көшесіне ауыстырып, бұл да бір үлкен жеңіс болады. 23 ба 239 ба екеуінің біреуін. Құрметті ауылдастар, немере шөберелеріңіз бар. Жақында ғана көктемнің жаңағы алғашқы мерекесі, барша халықаралық әйелдер күні өтті. Баршаларыңызды осы жерде отырған ана әпкелерімізді мерекелеріңізбен құттықтаймыз. Әрқашанда бақытты, қуатты, берекелі болыңыздар. Өздеріңіз білесіздер, қазір енді осы жексенбі күні үлкен науқан, референдум мәселесі келіп жатыр, құрметті ауылдастар. Енді әрқайсыларыңыз өздеріңіздің азаматтық борыштарыңызды алға тартып, сол референдумға келіп, өз дауыстарыңызды беріп кетулеріңізге сұраймыз, құрметті ауылдастар. Үйдегі туған туыстарыңыз бар, құрбы құрдастарыңыз, қаншама чаттарыңыз бар, құда жекжаттарыңыз бар. Солардың бәріне ескертіп, айтып, енді біз енді жаңағы сіздерге жоқ деп айта алмаймыз. Өзіңіз көріп отырсыз, қазір бұл референдум бұл жаңа конституцияға өзгеріс енгізеді. Бұл тікелей президентіміздің бастамасымен, тікелей сол кісінің қарауымен жаңағы жасалынған дүние. Бұл жерде енді алдағы уақытта енді өзекті мәселені айтып кетсек, алдағы уақытта қандай да осындай бір мына барша елге қатысты мәселе тек осындай референдуммен шешілетін болады. Жаңағы вице-президент болады деп жатыр. Енді көптеген игі істермен ойлаймын алда. Елімізде әрқашан кеше қазір жан-жағымызды көріп жатсыздар, қандай жағдай болып жатыр. Соған қарамастан еліміз көркейіп, дамып, ауыл болып, ел болып, бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, ауызбіршілік болса, алынбайтын қамал жоқ деп ойлаймын. Сол себептен құрметті ауылдастар, келгендеріңізге, уақыт бөлгендеріңізге үлкен рахмет. Енді бағанағы айтылған мәселелердің бәрі рет-ретімен, енді сразу мына кісі айтты деп бүгін шешіп беремін деп айта алмаймын. Әр нәрсеге жаңағы айттық қой, бюджеттің өзінің несіне қарай біз әр мәселені жылдарға бөліп, қолымыздан келгенше ең приоритетный, артериальный мәселелерді бірінші уақытта іске асыруға тырысамыз.